Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз жылу мөлшері, заттың меншікті жылу сыйымдылығы. Осы тақырып бойынша сіздердің меңгеретіндеріңіз жылу мөлшерінің анықтамасымен танысу, заттың меншікті жылу сыйымдылығы түсінігімен танысу, жылу мөлшерін анықтауға берілген есептерді шығару. Ең алдымен жылу алмасу кезінде денеге берілген жылу мөлшерін қалай анықтауға болатынын қарастырайық. Бірінші тәжірибеде жылу мөлшерінің заттың массасына тәуелділігін анықтайық. Бірдей екі ыдыстың ішіне біреуіне 1 килограмм, екіншісіне 2 килограмм су құямыз. Олардың бірдей жағдайда бір температураға дейін қыздырамыз. 2 килограмм суды жылыту үшін 2 есе уақыт қажет. Себебі 2 есе жылу мөлшері қажет. Бұдан біз жылу мөлшерінің заттың массасына тура пропорционал екенін байқаймыз. Q тура пропорционал массаға. Екінші тәжірибе. Жылу мөлшерінің температураның өзгерісіне тәуелділігін анықтайық. Бірдей ыдысқа бірдей 2 килограмм су құямыз. Бірінші суды 20 градусқа, екінші ыдыстағы суды 60 градусқа дейін қыздырамыз. Судың температурасын жоғарылату үшін неғұрлым көп уақыт жұмсалса, соған сәйкес берілген жылу мөлшері де соғұрлым көп болады. Екінші ыдыстағы суға 3 есе жылу беру қажет. Q мен Q тең Q3Q. 1. Бұдан жылу мөлшерінің температураның өзгерісіне тура пропорционал екенін байқаймыз. Q тура пропорционал жақшаның ішінде T2 азайтылған T1. Үшінші тәжірибе. Жылу мөлшерінің заттың тегіне тәуелділігін анықтайық. Ол үшін үлкен ыдыстың ішіне су құямыз. Бұл ыдыстың ішіне бірдей 2 ыдыс саламыз. Бірінші ыдысқа май, екінші ыдысқа су құямыз. Бірдей жылу мөлшерін берген уақытта бірінші ыдыстағы майдың температурасын 45 градусқа, ал екінші ыдыстағы судың температурасын 30 Цельсий градусқа дейін көтереміз. Бұдан жылу мөлшерінің заттың тегіне тәуелді екенін байқаймыз. Тәжірибеден физикалық шамаларды жинақтайық. Сонымен, жылу мөлшері массаға тура пропорционал, заттың тегіне тура пропорционал, температураның айырмаларына тура пропорционал болады. Температураның айырмасындағы T1 бастапқы, T2 соңғы температура. T2 мен T1-дің айырмасын дельта T деп белгілеуге болады. Бұл температураның өзгерісі. Дельта белгісі өзгеріс белгісінің таңбасы. Бұдан жылу мөлшерінің формуласын алуға болады. Q тең Sm T2 минус T1. Заттың тегін анықтаған кезде берілген физикалық шама бар. Бұл С әріпімен белгіленеді. Ол заттың меншікті жылу сыйымдылығы. Сонымен, меншікті жылу сыйымдылық дегеніміз 1 килограмм затты 1 градус Цельсияға жылытуға қажетті жылу мөлшеріне тең шама. Жылу мөлшерінің формуласын математикалық өрнектеулер жүргізу арқылы меншікті жылу сыйымдылықтың формуласын анықтаймыз. С тең Q бөлінген масса жақшаның ішінде T2 азайтылған T1. Меншікті жылу сыйымдылықтың халықаралық бірліктер жүйесінде өлшем бірлігі джоуль килограмм Цельсий градус. Табиғаттағы заттардың меншікті жылу сыйымдылығын есептемейміз. Ол есептелініп, белгілі бір кестеде салынған. Алдарында кестеде заттың үш күйінің меншікті жылу сыйымдылықтары берілген. Газ, сұйық, қатты заттар. Мысалы, ауаны алатын болсақ, 1000 джоуль бөлінген килограмм көбейтілген Цельсий градус.
Сұйықтарды алатын болсақ, суды алайық, 4200 жоуль бөлінген килограмм көбейтілген Цельсий градус. Қатты заттардың ішінде шынын алатын болсақ, 840 жоуль бөлінген килограмм көбейтілген Цельсий градус. Ал енді алған білімдерімізді, теориялық білімімізді есеп шығаруда қолданайық. Бірінші тапсырма. Массасы 400 грамм болатын денені 40 градус Цельсийдан 80 градус Цельсийға дейін жылыту үшін 16 килоджоуль жылу қажет. Дене қандай заттан жасалған? Дененің қандай заттан жасалғанын анықтау үшін бізге меншікті жылу сыйымдылығы қажет. Яғни меншікті жылу сыйымдылықты табамыз. Есептің берілгені: массасы 400 грамм, температура 40 градус Цельсий, Т2 80 градус Цельсий, Q жылу мөлшері 16 килоджоуль. Есептің шарты бойынша екі шаманы халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырамыз. Яғни масса 0,4 килограмм, килоджоульді джоульға айналдырсақ 16000 джоуль. Шешуін анықтау үшін жылу мөлшерінің формуласы қажет. Q тең Cm, жақшаның ішінде Т2 азайтылған Т1. Математикалық өрнектеулер жүргізу арқылы С тең Q бөлінген М, жақшаның ішінде Т2 азайтылған Т1. Берілген формулаға сандық мәндерін қою арқылы есептеулер жүргізсек, ол 1000-ға тең екен. Яғни кестеден қарасақ, ол меншікті жылу сыйымдылық ауаныкі болып шығады. Екінші тапсырма. 2 литр суды 40 градус Цельсий температураға дейін қыздыру үшін қандай жылу мөлшері қажет? Судың бастапқы температурасы 8 Цельсий градусқа тең. 2 литр суды қыздыру үшін қажетті жылу мөлшерін анықтау үшін Q тең сұрақ. Берілгені: көлем 2 литр, бастапқы температура 8 градус, соңғы температура 40 Цельсий градус Цельсий. Есепті шығару үшін бізге 2 тұрақты шама қажет. Біріншісі, меншікті жылу сыйымдылық кестесінен судың меншікті жылу сыйымдылығын аламыз. С тең 4200 джоуль бөлінген килограмм градус Цельсий. Екінші тұрақты шама тығыздықтар кестесінен судың тығыздығын аламыз. Ро тең 1000 килограмм бөлінген метр куб. Есепті шығару үшін халықаралық бірліктер жүйесін анықтаймыз. 2 литр, ол 2 көбейтілген 10-3 дәрежесі метр кубқа тең. Шешуін анықтау үшін жылу мөлшерінің бүгінгі өткен формуласын қолданамыз. Q тең Sm, жақшаның ішінде Т2 азайтылған Т1. Мұндағы массаның орнына есептің берілгенінде 2 тұрақты шама берілген. Масса тең ро көбейтілген В. Екі формуланы бір-бірімен байланыстыратын болса, Q тең S ро В, жақшаның ішінде Т2 азайтылған Т1. Формулаға сандық мәндерін бәрін қоятын болсақ, есептеу жүргізсек, сонда 2 литр суды қыздыру үшін 268800 джоуль жылу мөлшері қажет екен. Енді тақырыпты арғаратай меңгеру үшін өзіндік тапсырмалар берейін. Бірінші тапсырма. Алтынның меншікті жылу сыйымдылығы 130 джоуль бөлінген килограмм көбейтілген градус Цельсий. Бұл нені білдіреді? Екінші. Бірдей мөлшерде жылу алғаннан кейін массалары бірдей екі дененің су мен кірпіштің қайсысының температурасы жоғары болады? Үшінші тапсырма. Массалары бірдей ағаш және күміс қасықтарды суға батырса, екеуі бірдей жылу мөлшерін ала ма? Осы есептерді дұрыс шығару үшін мына дескрипторларды қолдануға болады. Тақырыпты жақсы меңгеру үшін мағынаны таңдау
мағынаны тануға қажетті ресурстарды қолданамыз. Ал балалар, бүгін сабақта біз жылу мөлшерінің анықтамасы мен заттың меншікті жылу сыйымдылығының анықтамасы және формулалармен таныстық. Жылу мөлшерінің формуласына есептер шығарып үйрендік. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.